Баяғыда бір үлкен отбасы өмір сүріпті. Отбасындағы адамдар саны өте көп екен. Бір қауым ел болып бірге тұрыпты. Ол отбасы ерекше екен. Отбасының өзара келісімде, татулықта өмір сүруі елді таңғалдырады. Оларда ұрыс-керіс, дау-жанжал деген атымен болмайды екен. Бұл отбасы жайлы патшаның да құлағына жетеді. Патша естігенінің ақ қарасын білгісі келіп, ауылға келеді. Ауыл тап-таза, барлығы да жеткілікті, тыныштық пен береке қонған. Патшаның көңілі толып, ерекше бір шаттыққа бөленеді. Сыйластығы жарасқан бақытты отбасында қариялардың орны төрде. Уайым қайғысыз, балалары бақытты, мәз, мейрам екен. Бұған патша таң тамаша болады. Отбасының қалайша бақытты, тату, тәтті өмір сүруінің мәнісін білгісі келеді. Ауыл ақсақалына келіп, отбасындағы татулық пен бірлікке қалай жеткендерін айтуын өтінеді. Қарт үнсіз ғана 100 рет сүйіспеншілік, 100 рет кешірім, 100 рет бірлік деп қағазға мұқият жазып шығады. 3 сөзді оқыған патша таң қалып, «Осы-ақ па?» деп сұрайды. «Иә», деді ақсақал. «Барлық жақсы отбасылары тек осы қасиеттерден құралады», деді де сәл ойланып, «және шыдамдылық деген сөзді қосып қойды».